best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop Havana Man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Жігіттер Қызылорда ыстық па? Қазір уже жаз шығарылған. Ауа райы жағынан. Ауа райы балшық бар. Жердің неше. Балшық яғын. Келдің амайсың. Бұндай емес, сіздерде қар бар екен ғой, бізде қар жоқ. Мүлдем жоқ па? Кетті ма көктем? Жоқ, кәдімгі қар жауған жоқ. Роза мен Клараға қар Розасы кім? Роза байғаны. Роза және Клара деген олар жаңағы халықаралық 8 март әйелдер күнін ойлап жатқан қыздар. Жоқ, оның қарғысын білмейміз. Әйтеуір жылына бір рет болса да қыздар қауымын, аналарды құттықтаймыз. Осы сәтті пайдаланып барша әлемдегі Қазақстандағы аналарды білдірді. Қайшыларыңыздың сүйіктілеріңіз бар? Мынаның сүйіктісі бар. Ат Мақпал. Өзіне 4 жас үлкен. Мынаның сүйіктісі бар, жақында үйленеді. Құдай қаласа. Мен сүйіктім бар, үйлендім өзім. Мынау 8 мартта сөз беремін деп дайындалып жүр. Мынау бір жігітте жүріп отыр ғой. Мен жайым. Енді. Сіздер Жайдармандағы ерлі-зайыпты командасыздар, иә? Жалпы Жайдарман барысында таныстыңыздар ма? Оған дейін де танысып едіңіздер? Жоқ, біз Жайдарман барысында таныстық. Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласында. Семей КВН филиалының аясында бұл кісі бір командаға шықты. Мен өзім осы командамен өнер көрсетіп жүргенбіз. Сосын мықты ойнағаннан кейін ба сынып қалдым ғой бұл кісі. Сөйтіп бір-бірімізбен таныстық. Не дейді ғой, бір көргеннен ғашық болып. Сосын танысып, бір жылдай көлемінде жүріп танысып, әйтеуір ең аяғында семья құрдық. Қазір отбасымыз. Бөпелеріңізде сонда құрамаларыңызда ойнайтын бола ма? Отбасылық. Қазірдің өзінде де біздің құрамада 8 адам болса, бұл 8 жарымыншы адам осы кісі. Енді біз чемпион болмай кетсек те, осы кісі по-любому келіп чемпион болады ғой, десен аламыз. Жалпы керемет көктемдегі керемет мейрам келе жатыр, әйелдер күні. Жұбайыңызға не сыйлық сыйлайсыз деп жеке сұрайық. Бұл кісіге шарик сыйлап қойдым ғой мен. Осы шарикті қайттан үрлеп сыйлайды ғой. Білмеймін, ол жағын ойлану керек, бұл құпия болсын әзірше. Ол кісіге бір кереметтей сыйлық сыйлауым керек, өйткені осы наурыз айында ол кісі де маған бұйырса керемет сыйлық берейін деп жатыр. Енді бірде-бір болу керек қой, көреміз. Бүгінгі ойынға ерекше дайындықпен келдік. Бұл енді ойын барысында көресіздер. Күтіңіздер, эфирді міндетті түрде күтіңіздер. Қызықтың бәрі әлі алда болайын деп тұр. Сіздер тек қана сахнада ғана әзілдесесіздер ме, жоқ әлде семьялық отбасылық өмірлеріңізде де әзілмен өтеме күнделікті өмірлеріңіз? Күнделікті де әзілдесеміз, иә. Сол бір күнделікті тұрмыстық өміріңіздегі әзілден бір мысал келтірсеңіз? Көп тұр ғой қайсың? Еске түсіру керек ондай. Әрбір секунд сайын әзіл ғой ол кісінікі. Күнделік ата-анамызда оғанмен де әзілдесеміз, ол кісілер де осы бағытты жақсы көреді, бізге балет етеді үйде отырып. Қарсы емес, екеуміздің де осы Жайдарман ойнағанымызға. Тіпті ата-анамызбен өзі Жайдарман барысында танысқанбыз. Осындай өтпейтін әзілдер болып тұрады, ренжімеймін. Бұл кісі редакторлық жұмысы қиын. Бірінші менен ертең Жайдарманға келмесін редактордың, одан кейін бай. Бұл кісінің редакторлық жұмысы қиын. Бірақ осы кісінің арқасында тікелей осы жоғарғы лигада жүруіміз деп білеміз. Жалпы Роза мен Клараға қарғыс білдіресіздер ме? Роза мен Клара? Иә. Ол кісілер танымайды, не білдіресіздер ме? Қарғыс. Роза мен Клара жалпы ең алғашқы болып 8 наурыз мейрамын ойлап тапқан екі ару. Қазақтың қай ол мемлекет Америка. Американы болсын. Қазақ болса алғыс айтуға болар еді. Жалпы бұл мерекеге деген көзқарастарыңыз қандай? Бұл аналарымыздың мерекесі жақсы ғой, жақсы. Көзқарасымыз, оң көзқараспен бар. Барша әлемнің келіншектерінің күні ғой.
әйел деген ана қарындас емес жұбайым дұрыс айтасың жұбайың ба иә жұбайым үйленген бірақ әйелім айтқан мына жалпы көріп отқан ер жігіттерге де лайфхак ретінде кеңестеріңіз болсын. Оригиналды қандай сыйлықтар жасайсыздар аруларыңызға, аруларыңызға деп алайықшы. мен өзім сыйлық көрмеппін сыйлық мына әйел бар келіншек бар қолдан жасалған ғой қандай мысалы самолет гүлі бар жаңағы самолет жасайсың самолет шама жеткенше бір жақсы сыйлық сыйлауға тырысасың ғой шама жеткен сыйлық иә қалтаның ыңғайына да қарайсың қалтаңда 500 теңге болса 500 теңге сыйлық жақсы бір мың теңге болса шарап деген сияқты елемін бізде гүл сатады гүл көбісі біз гүл Гүл сыйлайсыз. Әзіл сыйламайсыздар ма өздеріңіздің салаларыңызға орай? әзіл постоянно сыйлады оны аз айтатын жігіттер айтсын айтқанда көбіне сен ғой енді мен әңгіме сыйлаймын егер сыйлайтын Әңгіме? тілек болмаса әңгіме енді қалай болады тілек қой Сіз? сіз не сыйлайсыз Жалпы командаларды бағалағанда не нәрсеге назар аударасыз? енді өзім әзіл сықақтың әртісі болғаннан кейін біріншіден әзілге әзілден екіншіден сол әзілдің неғұрлым қысқа неғұрлым өткір неғұрлым шынға шындыққа жақын болғандықтан содан кейін барып әрине сахнаға шыққаннан кейін барып дайындаған әзілді өткізу үшін де адамның бірінші таланты екінші еңбегі керек сол бірге сол үшеуі қосылған кезде сахнаның керемет бір өмірі болады сондай критериймен қараймын Ал бүгінгі ойыннан не күтесіз? енді мен өзім жайдарманды өте жақсы көремін келген сайын әр ойыннан бір жаңа жаңалық жаңа бір тіпті жаңағы әзілдің арасынан әзілді қалай жасау керек деген сияқты енді велосипедті баяғыда ойлап тапқан ғой мысалы үшін содан бері неше түрлі велосипедті спортивный велосипед деген сияқты неше түрлі ойланып жасап жыл сайын иә сол сияқты әзілде қазір жаңарып жасарып бара жатыр тіпті қазір мектептегі 4-ші, 3-ші, 5-ші кластың балалары қазір үлкен майталман әзілкештерден жақсы әзілдейтін кездері болады ойлап табатын кездері болады сондықтан да жаңа идея жаңа ой жаңа бетбұрыс болса екен деп ойлаймын қазіргі ойыншылардан күтемін Ал жаңағы жайдарманның жастарға берері не деп ойлайсыз? жайдарманның жастарға берері жайдарманда ойнайтын жастар көрсететіні сол жастардың көбінің ойлайтын проблемасы ойлайтын ойлары бір жаңа ізденістері жайдарманның бір жақсылығы бұл ойламаған жерден жай адам мысалы үшін құлағын бүйтіп қастайтын болса жайдарманның балалар былай ашиды да құлақтарын мысалы үшін өмірде сондай бір кертартпа ойламайтын жерден бір жаңа нәрсе алып шығады сондықтан да жастарға бұл жерде тек қана жай ғана бостан босқа күлу емес ой салып кетсе екен деп ойлаймын өйткені жастарға сол керек қазіргі кезде жайдарманнан алатын нәрсе көп тек қана әзіл күлкі сияқты көрінуі мүмкін бірақ ар жағында адамның миы өзіне керек нәрсені теріп алады біз өзіміз байқамаймыз ертеңінде соны басқа жерге барғанда біз достардың ортасында жүрген кезде жүрде соны айтып жүреміз сондай нәрсе алады деп ойлаймын жастарға көп нәрсе береді жайдарман жастардың қазір бірегей бір көретін бағдарламасының бірі жайдарман ғой Жалпы күлдіру қиын ба? Күлдіру, шынайы күлдіру өте қиын. Мысалы үшін сізге қазір жігітіңіз звондап, мен бір басқа қыз сүйіп қалдым кешір десе, сен жылайсың, 2 күн жатып жылайсың, түнімен торт жейсің, таңға дейін тамақ жейсің, ұйықтамай мысалы үшін ше. Ал сенің жүрегіңнен орын табу үшін, саған әзіл айтып, сені күлдіріп, сенің көңіл табу үшін еңбек ету керек. Бірақ сөзімен сені күлдіріп, жігітті өзіне қарата алмайды. Мысалы үшін қайғы қасіретті әңгіме айтып отырып, сіз жігіт пен қыздың арасын айтсақ, сіз мысалы үшін свидание дейді ғой барған кезде, қайғы қасірет, қайғылы нәрселер айтып, мысалы сіздің көңіліңіз таппайды ғой. Күлдіреді, жымитады, қызық нәрселер айтады, сол кезде сіз қарайсыз, адамның арасында байланыс пайда болады деген сияқты. Сондықтан да күлдіру үшін адам еңбек ету керек. Жылату деген оңай. Сондықтан да күлкі деген, сондықтан да біз жаңағы легі-легімен келіп зал толып отырып, немесе жаңа әзілкеш бағдарламаларында ақша 5 мың, 10 мың теңгеге билет алып келеміз. Не үшін? Өйткені біз күлкіміз келеді.
күлгеннен біз рахаттанамыз. Ол еңбек, сонда бұл қымбат, қымбат нәрсені жақсылап тұрып жасау қиын күлдіру. Жалпы еңбек ету керек дейсіз, осы күлдіре білу қасиетін қалай шыңдайсыздар? Күлдіре білу қасиеті ол тура жаңағы сахнадағы мысалы дәрігер болса, хирург университет бітіріп келе салып қиын операция жасай алмайды, ол ақырындап үйренеді. Жаңағы интерн болады басында, одан кейін барып практикаға келеді, одан кейін ақырындап үйренеді, кішкентай операция жасайды деген сияқты. Күлкі де сондай. Күндіз-түні сол күлкіні шыңдамасаң, ойламасаң, қалай күлдіру керек, қалай жүру керек. Тіпті өзің керемет бір күлкілі кісі болғанменен де күлкінің басында жай күлкі болады. Одан кейін күлкінің мағынасын іздей бастайсың, одан кейін мазмұнын іздей бастайсың. Келе-келе өзі бір биік шыңы болады, соған жетесің. Жеткен кезде қиын. Жеткенге дейін оңай ол. Өйткені тауға шыққан оңай ғой. Таудың шыңына шығып алғаннан кейін ары қарай ұша алмайсың. Бірақ одан да биікке барғың келеді. Сол сияқты күндіз-түні жұмыс істеу керек. Ол мен емес айтқан, оны баяғыдағы жаңа ғұламалар айтып кеткен ғой. Адамның бойындағы талант ол 1%, қалған 99 ол еңбек дейді. Сондықтан да әзілді де шыңдау керек. Күндіз-түні жаңа ұшақтың да ұшы кетеді, жаңа жүзі кетеді деген сияқты, қылышың да жүзі кетеді, оны қайрап отырмасаң. Сондықтан да ол әзіл де бойыңа берген өнер, сол өнеріңді шыңдап отырмасаң, ертең тот басып, шіріп, не тісің өтпей, не мұқалып, жаңағы тек қана бір қара мылжың болып қаласың да. Сонда да әзіл дегенде ол күндіз-түні еңбек береді, күндіз-түні жаңағыдай қадағалауды негізі тілейді. Сахна алдындағы қобалжуды жалпы капитанымыз арқылы басамыз. Капитанымыз барынша өзінің бізге барынша жігіттер қорықпаңдар, саспаңдар, біздерге жеңеміз, бірге істейміз, уайымдамаңдар, маған сеніңдер. Жалпы сондай нәрселермен жеңеміз. Капитанымыз мына жақта қазір ойынға дайындалып отыр. Сондай нәрселермен жеңеміз. Жалпы тағы да басқа. Мынау көктемдегі керемет мереке келе жатыр, 8-ші наурыз мейрамы. Жалпы сіздерден мынау көрермен жігіттерге де кеңестеріңіз болсын. Оригиналды сыйлық қандай сыйлық жасайсыздар? Қызымызға ма? Иә, аруларыңызға. Аруларымызға ма жалпы? Оригинал сыйлық қой да? Иә. Енді мен оған жүзік әперемін деп айтып болады. Жалпы 8-ші наурызда ең алғашқы сыйлықты анамызға береміз. Өйткені сол кісінің арқасында осындай дәрежеге жетіп, осындай өмірде жүргенімізге. Бірінші сол кісіге береміз. Аналарға оригинал сыйлық ол гүл ғой. Көңілді көтеріп, осындай балам бар екен деп шүкіршілік етіп сөйтеді да. Аналар болғаннан кейін ше. Тәтті торта берсек болады. Торта берсек оригиналды сыйлық. Бір-бір үшін бәйгеге тігіп бастарын, қиналған сәтте бөлісіп жеген астамын. Жалғанда мынау жаныңда жүрген бақыт қой, жауға да бермес, тауға да бермес достарын. Кім осы жайдарманды жаман деген, артын ойлап жүрмей ме адам деген. Мен айтайын өлең қайырмасын, Құдайым жайдарманнан айырмасын. 93-тер өпшін бойдақтар, қызды көрсе атша ойнақтар. Танцы бітсе вечер бітпес, вечер бітсе танцы бітпес. 93-тер өпшін бойдақтар. Рахмет. Деға, балдардың бәрін кет. Азик. Айта қойшы, брат. Дайындығыңыз қалай? Шүкір жақсы. Алтын жағам сұрап отырмыз. Неге? Шашқа деген дайындық машасын. Қымбат көрермендер, биылғы шабыш маусымға барлықтарыңызды шақырамыз. Әрбір ойынға қабыл етпеңіздер. Өйткені әрбір ойын тартысты болар себебі биылғы 20 команда
ерекше. Шабыт маусымда шабыты ашылған жайдарманшылар сіздерді күтеді. Абонент временно недоступен. Бекзат мырза демей ақ қойыңыз, Бека мырза дей беріңіз. Бека мырза. Бека мырза, редактор ретінде сіздің пікіріңізді бірінші топтың ойынын қалай бағалайсыз, қалай өтті? Бірінші топтың ойыны. Бірінші топтың ойыны енді қалай айтсам екен мынау. Андай болады ғой бір, қалай айтсам екен. Андай. Эфир күтсеңізші. Эфир күтіңіздер.